Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін кешкі асқа өте дәмді әрі тез жасалатын тауық етінен гуляш дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Сол кезде каналдағы видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Бүгін гарнирға картоп пюресін дайындаймыз. Ол үшін картопты майдалап турап, оған су құйып, тұз қосып, 20-25 минуттай қайнатып аламыз. Бөлек ыдыста гуляштың соусын дайындап аламыз. Ол үшін 1 ас қасық ұнға 1 ас қасық томат пастасын, тұз, қара бұрыш, паприка және кориандр қосамыз. Және соңында кішкене ғана қайнаған су құйып араластырып аламыз. Одан кейін ыдыстың қалған бөлігін қайнаған сумен толтырып, тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Қызып тұрған майға пиязды және тауық етін салып, әбден қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін біздің дайын тұрған соусымызды қосып араластырамыз. Және суы аз болса, кішкене ғана қайнаған су құйып, крышкасын жауып, орташа отта 20-25 минутта пісіріп аламыз. Піскен картоптың суын төгіп, оны кішкене суытып аламыз. Суығаннан кейін сары май қосып, пюре қылып езіп аламыз. Және соңында ыстық сүт қосып, әбден біркелкі болғанша езіп пюре жасаймыз. Әбден араластырып алғаннан кейін татымына қарай тұз қосамыз және 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Миксерлегеннің бір жақсы жері, пюремізде ішінде комочектар қалмайды, сондай-ақ өте воздушный, пышный болып тұрады. Осындай воздушный керемет пюреміз дайын болды. Оны тарелкаға салып, үстіне подливкасын салып, дастарханға ұсынамыз. Өте жеңіл әрі тез жасалатын кешкі астың бірі, сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналымнан кешкі асқа басқа да тамақтардың рецептін таба аласыздар. Кіріп көріңіздер және каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.